Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеомыз мына 3D принтер жайлы болмақ. Бұл 3D принтердің маркасы моделі Anet A8 Plus. Бұл жерде мен қателесіп кетіп коробканы теріс жағынан ашыппын. Негізі ашардың алдында асты қайсы үсті қайсы қарап алғаныңыз жөн. Мен енді осылай бастап кете бердім ары қарай. Ең бастысы астында әйнегі бар. Рабочий столдың әйнегі бар. Соны сындырып алмау керек. Қалған запчастары көп сына қоятын зат емес. Екі бөлікке бөлініп келеді десек болады. Электроника және корпусы деп. Корпусының өзі екі бөлініп келген. Асты үсті. Жинау тіп қиын емес. Өзінің кітапшасында полный инструкциясы бар. 3D принтермен бірге мынандай пластиктерінде алдым. Артығы мен әртүрлі. Бұл жайлы тағы бір видеода болар, айтармын. Бұл 3D принтер пластиктен қояды. Түрлі пластмастардан қояды. Жалпы бұл сала қазір дамып бастап жатқан сала. Себебі темірден қоятын 3D принтерлер бар. Үй салатын 3D принтерлер бар. Гипстен істейтін 3D принтерлер бар. Және фотополимерный 3D принтерлер де бар. Болашақта осы көп деген заттар 3D принтермен істеледі деп ойлаймын жалпы. Бисмиллах деп құрастырып бастайық. Біріншіден төбесін қойып, бұрыштарын қатырамыз. Және астынан қатырамыз. Хомуттарын аламыз. Хомуттарын алған кезде мынандай жатқызып қойып алмаңдар. Рабочий стол жерге түсіп кетсе сынып кетуі мүмкін. Үстіңгі хомуттарды да аламыз. Ремендерін тартамыз және қатырып қоямыз. Ремендерін тартқанда бір қатты тартпау керек. Нормамен өзінің несімен тарту керек. Үстіңгі ременді де тартамыз. Бұл да солай. Қатты тартудың қажет жоқ. Одан кейін концевой датчиктерді қатырамыз. Бұл концевой датчик өз X-тікі. Қозғап қараймыз, датчикке тиемі, тимеймі. Келесі концевой датчик өз Z-тікі. Бұны астыңғы профильден датчиктің астына дейін есептегенде 80 мм қылып қою керек дейді кітап бойынша. Бірақта ол рабочий столға калибровка жасағаннан кейін ол бәрібір де өзгереді. Төмен түсіп кетуі мүмкін, көтеріліп кетуі мүмкін. Шпилькасын бұрап, сопляны кішкене келтіреміз рабочий столдың бетіне. Екі жағында сөйтіп келтіріп, сосын муфтаны қатырамыз. Осымен корпусы бітті. Енді электроникасынан бастаймыз. Біріншімен блок питаниясы. Болттарын түгел қатырамыз. Себебі корпустың бұрышын жақсы ұстап тұрады. Контроллерді дайындаймыз. Контроллерді да қатырар кезде болттардың барлығын қатырамыз. Себебі корпустың 90 градус бұрышын ұстап тұруға жақсы. Болттарын қатырған кезде ондай бір қатты күш салып резвілерін бұзбау керек, сақ боламыз. Және мұна бір соплаға жел беретін пластмассаның орнына орнатамыз да. Енді
барлығын қосып бастаймыз сымдарын. Біріншімен блок динамикін қосамыз. Астынан келетін сымдардың бәрін осы астыңғы ашықпен өткізіп қатырамыз. Міне блок динамикінің орны минус плюс дәл мына екі шеткеге қатырамыз. Плюсы қызыл, минусы қара. Қалған енді мына сымдармен жаймен танысып бастаймыз. Бірінші бәрін ашып алып, қайсының екенін тауып алған дұрыс болады. Мына сымдардың шеттерінде, қосылатын жерлерінде атаулар жазылған. Жаңағы контроллерға қосылатын жері және қай зат, мысалға рабочий стол, шаговый двигательдерге қосылатын жер орындары, атаулары бөлек болады. Мысалы, міне қарасаңыз, мұнда аттар жазылып тұр. Не зат екен, қандай зат екен. Келесі сымның бір шетіндегі атаулар бұл контроллерға емес, заттардың өзіне қосылатын. Мысалы, шаговый двигательге, рабочий столға қосылатын бетіндегі сымдардың атауы. Үшіншісі бұл контроллерға қосатын жағы, сымның екінші жағы контроллерға қосылатын. Кітапта міне барлығы көрсетілген, қалай қосылу керек екен. Келесі қосатынымыз шаговый двигатель OS-X-тікі. OS-Y-тікін қосамыз. Шаговый двигательге бірінші қосып алып, сосын барып кітаптағы схемасына қарап қосқанымыз дұрыс. OS-Z-тің сымдарын тартамыз. Қысқасын жақындау жердегі контроллерға жақын жердегі шаговый двигательге қосамыз. Ұзындауын келесі шаговый двигательге қосамыз. Бұларды астыңғы жағымен тартып контроллерға қосамыз. Келесі қосатынымыз бұл рабочий стол. Оны да астыңғы жағымен жіберіп, минусын және сосын плюсын осы жерге қатырамыз. Концевой датчиктердің сымдарын іздеп тауып алып, біріншімен мен өзім X-тікін қостым. OS-X-тің концевой датчигін осылай қосып алдым. Бұны контроллердің үстіңгі жағымен апарам. Ары қарай концевой датчик OS-Y, оны енді астыңғы жағымен апарамыз. Алдын ала ыңғайлатып, астымен келетіндерді астымен, үстімен келетіндерді үстімен тартып алғанымыз жақсы. Келесі концевой датчик бұл OS-Z-тікі. Мына бас жағынан шығатын сымдардың бәрін гибкий полигонмен орап алғанымыз дұрыс. Бірден контроллерға қоспай тұрып.
контроллерге қосқаннан кейін орау қиындау болады. Бұл экструдердікі. Экструдерге қосамыз. Экструдер дегеніміз бұл сорпаға пластмасты жіберіп тұратын шаговый двигатель. Кішкентай бір моторчик болады. Келесі вентилятор 50-де 10. Одан кейінгісі вентилятор 40-қа 10 деген. Екеуі бір жерде. Бұл екі вентиляторды суытып тұруға арналған. Біреуі сопланың басына жібереді. Біреуі сол құйылған объектке, жаңағы құйылған пластмастың өзін салқындатып тұру үшін. Келесі қосатынымыз бұл термистр. Енді қалғаны бұл экструдерді қыздыратын сым. Бұда плюс-минус деген жоқ. Қоса бересіз. Блок управление мен экранның сымдарын бірінші G3 дегенде сол жағында біріншісіне қосамыз. Ал LCD screen деген болады. Екіншісі, оны мына оң жақтағы екіншісіне қосамыз. Міне тоқтарын қосып болдық. Енді келесі біз енді мына контроллердің қорабының бетін жауамыз. Болттарының бәрін қатырамыз. Негізі крышкасын жапқан кезде сымдары ішінде тоқтардың бәрі бір тәртіппен аккуратно жатқан дұрыс. Себебі қанша айтқанмен бір-біріне контакт етпеу үшін, бір-біріне тиіп кетпеу үшін тоқтар. Осылай міне сыртында тоқтардың бәрін гибкий каблигонмен орап шығамыз. Міне жоғарыдан келіп атқан, экструдерден келіп атқан тогын, соны біз корпустың бір бөлігіне контроллер тұрған жағына қарай қатырамыз. Экструдерден шыққан жерінде осылай қатырған дұрыс. Бұған арнайы орын жоқ, мен тек подшипниктің бір болтын ала салдым да соған қатырдым. Блок управлениенің орнына орнатамыз. Сымдарын қосамыз. Енді мына пластик ілетінді ілгішті орнына орнатамыз. Осымен видеомыз аяқталды. Бұйыртса келесі видеомыз бұл 3D принтерді қалай қолдану керек, қандай программалар қолдану керек, және қалай калибровка жасау керек деген сияқты сұрақтарға, басқа да сондай сұрақтарға видео түсіруге тырысамыз. Біздердің видео салып тұруымыз ол сіздердің мына подписчиктердің көбеюіне және әр салған видеомыздың просмотрына байланысты. Просмотр көп болса, подписчик көбейсе, біздердің видео салуымызда тезірек болады. Келесі көріскенше сау болыңыздар.